Barşаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 9-ші күні. Бүгінгі ауыз ашарға пельмен жасайтын боламыз. Біз қазір қамырын илейміз. Бір жұмыртқаға тұзды су құйып, ұнымызды салып, жақсылап қамыры илеп шығамыз. Сіздер маған қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп, тіркелу кнопкасының жанындағы қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер келесі шыққан видеомды өткізіп алмай көре алатын боласыздар. Мінекей нанымыз тындырып болдық. Енді кезекте осылай жаямыз. Домалақтатып жайып аламыз, өте жұқа қылмаймыз. Мінекей осылайша мен домалақтатып кесіп алдым пельменге. Міне ортасына салмасын салып, пельменді түйе береміз осылай. Пельменімізді осылай пісіріп аламыз. Мінекей пельменіміз де уже дайын болды. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жесеңіздер болады, қаймақ немесе майонез қосып. Енді біз пицца жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, нәзік пицца шығады. Оған біз ұнымыздың үстіне ашытқымызды ашытып аламыз. Осылайша ашытқымыз көтеріледі. Оның үстіне қосып, одан кейін үстіне майонез бен сұйық майымызды араластырып қосамыз. Одан тұзды суымызбен нанымызды жұмсақ қылып илейміз. Осы видеоның астына описанияға жазып кететін боламын құрамын. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Қамырымыздың бетін жылы жауып қоямыз, көтерілгенін күтеміз. Мына қамыр тез көтеріледі 30 минутта. Мінекей қамырымыз жақсы көтеріліп тұр. Ендігі кезекте осылайша екіге бөліп алып, пиццаның формасын жасаймыз. Домалақтап, оқтаумен жаймаймыз, қолдың көмегімен генә жаямыз. Міне табамызға осылай домалақтатып аламыз. Үстіне кетчуп, майонезімізді жағамыз. Мен ортасына колбасаны қойдым. Колбаса халал екеніне көз жеткізіңіздер. Халал колбаса болу керек. Одан кейін өзім қалауым бойынша осындай сарымсақ, көк сарымсақты. Одан кейін сыр болмаған жағдайда үйде осылай бір жұмыртқаның үстіне бір ас қасық майонезімізді салып, жақсылап араластырып, осылай бетіне құйсаңыздар болады. Мінекей пиццамыз дайын болды. Жұп-жұмсақ, өте нәзік. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.